Медицина инсан өмірі һәм саламатлығын қорғаудай үлкен жауапкершілікті вазифаны өз ішіне алады. Бұл жолда бар күш қайратын аямай тұғын, өз өмірін ілім жолына инсаниятқа бағышлаған инсалар ішінде шпакер хирург Мелис Қабуловтың да орны өз алдына. Әлбетте, оның медицина тарауына қосқан үлеслері, әмели тәжірибелері, іліми жұмыслары тек қана республикамызда емес, халықаралық майдалlarda да тілге алынады. Әсіресе оның жас кадрларды даярлауда өз алдына мектеп жаратқан алым бүгін халықтың hürmetіне бөленбекте. Мархамат, осы бағдардағы сюжетімізді тамашалаймыз. Инсан өмірінде қиын пайтылар болады. Үміт һәм қауетер бірлесіп, күнлердің айларға, айлардың жылларға татыған мәхәлі. Әне ұсындай уақытта өз кәсібінің хақиқи пидайылары өз вазипасын шінкеуілден атқаратуын шпакердің барлығы адамға қаншелі сүйеніш болады. Ұсындай халықтың сенімін өз желкесінде көтеріп келатырған хирург Мелис Қабуловтың тек шпакерлік емес, ал медицина іліміне қосқан үлеслері көп. Шпакер бүгінгі медицина хақында айтар екен, әлбетте өткен дәуірге бір нәзер таслайды. Мен 1966 жылы Самарқан медицина институтын тамамдап келіп, Нөкістегі республикалық туберкулезге қарсы диспансерде жұмыс басладым. Сол уақыттағы диспансердің бас шпакері Сапар аға Сұлтанов, белгілі инсан, соның атына қойылған әзір сол диспансер. Кейін 1,5 жылдан кейін Ленинградқа кетіп, онкология институтында 5 жыл оқыдым. Әуелі ординатураны, кейін аспирантураны тамамлап, 73 жылы 1 июнь күні қайтадан Нөкіске қайтып келдім. Нөкіске қайтып келіп, онкология институтының Қарақалпақстан филиалында іліми қызметкер һәм хирургия бөлімінің басшылығы лауазымдарында істедім. 79 жылы Қарақалпақстан денсаулық сақтау министрінің бұйрығыменен Қарақалпақстан бас хирургы лауазымынан тағайындалып, 5 жыл ол жерде істедім. Сол жылдарда халқымызға жүда кең түрде қызмет еттік, бірақ ол жылдары біздердің мүмкіншілігіміз жүда аз еді. Көбіне көп тыңлаймыз, қол білен тамырларды ұстаймыз, давлениесін өлшейміз, рентгенді көреміз. О заманлар енді жүда қиын заманлар еді. Әсіресе науқастың диагноз қою жүда қиын еді. Айрым науқастар соның себебінен өткеріліп кетеді ғой еді уақыты. Мен енді хирург болғаным үшін көбіне көп біздерде асқазан жаралары, жарылып кеткен жаралар көп ұшырасады. Аппендицит көп болады ғой еді. Әзіргі заманда таза техникалар келді. Таза лабораторный аспап үскінелер, әттегі қанның анализінен көп нәрсені біледі болдық. Мысалы, міне УЗИ деген аппарат келді. Японский гастроскоп дейміз, адамның өңі үшін асқазаны 12 бармақты көретіғын жағдайға 80 жылдан бастап келдік. Оған азы 45 жылдай болды, бірақ бүгінгі күнде оннан да тәуір болдық. Әзір бір онлаған аспап үскенеміз бар, анализдерді қылады, үйренеді науқасты. Бұл шпакерлерге үшін жүда қол келіп атырыпты. Әзір науқаслар, мысалы, өткір қарын босылығындағы аурулар болса, 1-2 сағаттың ішінде анықлауға мүмкіншілік пайда болды. Бұл енді үлкен жетіскеншілік деп есептеймін. Кеселік сырларын үйрену дүние алымларын кейінгі 100 жылықта іліми ізденістерге бағдарлады. Медицина ілімлері докторы профессор Мелис Қабулов өмірінің 60 жылға шамалас уақытын Қарақалпақстанда медицина ілімлері һәм оның құрамалы бөлігі саналған онкология һәм хирургия тарауларын рауажландыруға бағышлады. Онкологиялық кеселіктер профилактикасы һәм ерте басқышта анықлауды әмелиятқа енгізу, қауіплі өсімтелерді заманауи технологиялар һәм дәрі-дармақтарды пайдалану арқылы емлеудің тикарларын жаратты. Соңғы 40 жылдың ішінде халқымыздың ұлымы жасау мүддеті 10 жылға көбейді. Бұрын, мысалы, 80-ші жылдар орта жас 65 жас болса, бүгінгі келіп әзір 75-76-ға көтерілді. Президентіміз 9 ноябрь күні үлкен селектор өткерді. Барлық республиканың басшылары, шпакерлерін жинап, бір 3,5 сағаттай сөз сөйледі. Біздерге тапсырма берді.
тазадан қарар қабыл қылды. Медицина қызметкерлеріне, фармацевтика қызметкерлеріне тапсырмалар беріп, сол тапсырмаларды орындауға әрекет етіп жатырмыз. Hem біраз жеңілдіктер берді. Бұл жеңілдіктер неден барады? 15 жыл істеген шипакерге әр жылы бір мәрте бипул толық анализленген емлеу мекемелерінде пұлсыз ем алуға мүмкіншілік жаратты. Hem әр жыл бір мәрте пұлсыз санаторияға баруға мүмкіншілік жаратты. Екінші бір айтқан жері, ендігі жылы, 2026 жылды президент медицина қызметкерлері жылы деп белгіледі. Яғни медицинаға, денсаулық тарауына қатты итибар күшейді. Бұны енді тән алуымыз керек. Міне жаңа бір соның белгісі, октябрь айында Нөкісте үлкен бір марафон дейміз. Ташкенттің бірнеше орайларына, өзіміздің орайлардан жиналған, 20-лаған доктор келіп, 200 мың адамды көрді бір айдың ішінде. Бұл үлкен жетіскеншілік. 200 мың адамды бипул көрді. УЗИ, ЭКГ, кардиограмма дейміз, ангиография, әттекі 3-4 үлкен операциялар қылды. Ең қуанарлысы, менің бұрыннан арманым еді. Қарақалпақстанда жүрек операцияларын орындау. Жүрек операцияларын. Яғни балалардағы жүрек парокларын емлеу. Үлкен жастағы адамдарға, инфарктқа, майыл адамдарға аорта коронарный шунтирование дейміз. Яғни жүрек артерияларын қайтадан басқа таза артерия білен өзгертіп, 3-4 сағатлық операцияларды жүректі тоқтатып қойып істеуге мүмкіншілік жаратылды. Бірінші мәрте май айында бұл істелінді біздің Қарақалпақстанда. Ендігіден бұлай сол аппаратлар тазадан келе берсе, халқымызға бұл үлкен жеңілдік болады. Бұл біздің президентіміздің бізге деген, Қарақалпақ халқына деген итибарының көбейгенінен дәлелат беріп тұрды. Және бір жаңалықты айтмақшымын, өткен жыл декабрь айының ішінде президентіміз біздің Қарақалпақстандағы өсме кеселіктер, рак кеселіктерінің көбеюін есеп қалып, үлкен қарар қабыл қылды. 175 койкілік Нөкісте онкология, радиология орайын салу. Құда қаласа май-июн айларында бұл орай бітеді, 6 этажлық 175 койкілік. Бұл орайда таза радиологиялық аппаратлар, таза хирургиялық аппаратлар, таза лабораторный инструментлер, үскінелер келіп, жайласса, біздің халқымыздың şu кеселді уақытында анықтау, емлеу мүмкіншілігіне ие боламыз. Бұл да үлкен жетіскеншілік деп ойлаймын. Және бір суға қосымша айтайын, şu орайды құруына байланысты біздер денсаулық сақтау министрі білен бірге Санкт-Петербургқа бардық биыл. 4 июль күні Санкт-Петербургтағы үлкен онкология орайы менен денсаулық сақтау уәзірлігі арасында үлкен шартнама, меморандум түзілді. 3 жылдық. Бұл меморандумда не көздеген? Ең бас мәселе Қарақалпақстанның жас кадрлерін даярлау. Онколог кадрлері. Бір жоғары дәрежедегі ілім кандидатлары, ілім докторлары әзір филиалда жоқ. Тілекке қарсы. Міне соны даярлаймыз. Екінші жаңалық. Санкт-Петербургтағы болып атқан орайдағы операцияларды солардың жәрдемінде Нөкісте істеу мүмкіншілігін жаратамыз. Таза технологияларды аламыз. Үшінші, иммунотерапия һәм вакцинотерапия дегенде рак кеселігінде пайдалану ережелестіріп отырмыз. Яғни, şu рак кеселігіне шатылған науқаслардың өмірін созатуға мүмкіншілікке ие болып тұрмыз. Міне сондай жаңалықтар, бұл жаңалықтар әлбетте бізді қуантырады. 1974 жылда Қарақалпақстанда бірінші мәрте онкология диспансерінде өкпе рагіне радикал операция істеп, бұндай хирургиялық әмелиятын әмелге асырған бірінші шпакер болған. Һәм республикамызда онкология тарауында біріншілерден болып, докторлық дәрежесіне жеткен Мелис Қабулов медицина тарауы қызметкерлерінің кәсіптік байрамы мөнәсәбетіменен бірінші дәрежелі сағлам авлат үшін орденіменен сыйлықланды. Менің 50 жылдық минетімді бақылап, маған үлкен дәрежедегі сағлам авлат орденінің бірінші дәрежелі орденді бердік. Жүзді қуанышлыман. Алла Тағала өмір берсе, жас берсе,
барлық күш қуатымызды Қарақалпақстан халқының денсаулығына қаратамыз, һәм балаларды тәрбиелауға, мединститутта оқып жатқан балаларды жақсы жоғары дәрежеде білім беруге әрекет етіп жатырмыз. Соны бір айтып кетуім керек, Қарақалпақстан медицина институты қазір жүдә жақсы рәважданып жатыр. 3000-нан артық студент оқып жатыр. Бұларға сабақ беріп жатқан мұғалімдердің білімін асыру мәселесі қойылып жатыр. Соның үшін Қарақалпақстанда медицина академиясын ашаман деп кеше президент өзінің сөзінде айтты. Бұл жүдә жақсы жаңалықтар. 280 мыңдай нұрани бар екен Қарақалпақстанда. Әрбір нұрани 10 жас баланы тәрбиелайман деген принцип бар. Мен өзімнің мүмкіншілігімнен пайдаланып бірнеше мектептерге бардым. Мектептің балалары білен ұшырастым. Ауылларға барып, ауыл бұқаралар жиынында сөйледім. Солардың бәрін есеп қалып, бұл ең бас мәселе жас өсіп жатқан балалар тәрбиелеу. Жаман жолдан жүргізбеу. Әрбір ата-ананың вазипасы, әлбетте нұранидың вазипасы деп білемін. Әлбетте, бұл кәсіпті таңлау аңсат емес, лекін Мелис Қабулов бұл жолда шын ықыласы менен пыдайлық көрсетті. Сол себеплі бүгін ол халық хүрметінде. Оның тәжірибесі һәм минет сүйушілігі бәршеге ібрат болады. Инсан өмірі үшін қызмет етуді үлкен бақыт санаған Мелис Қабулов үшін бұл тек вазипа емес, ал бәлкім инсанилықтың ең жоғары үлгісі саналады.